адам мәнді өмір сүру үшін не істеу керек? Бір түзудің бойына жаппайтын әртүрлі неше нүкте бар? Үш бұрышты Тердікбай Күшай шәкірттері нешеге бөлді? Пифагор теориясын қандай жерлерге қолдануға болады? Осы сынды бірнеше сауалдарға дәл қазір куә болуға мүмкіндігіңіз бар. Саламатсыз ба? Көңілге қалай? Жақсы. Жарайды, онда отырамыз. Бұл сабақта біз бірінші топқа берілген тапсырманы қорғайтын боламыз. Топ жетекшісі Айбан Басатқан бірінші топ өз шығармашылық тапсырмаларын қорғайды. Бұған екінші топ сарапшы ретінде болады. Екінші топтың жетекшісі Назия және басқа топ мүшелері қорғау барысына тиянақты бақылау қойып, сұрақ дайындап отырмыз шарт. Әуелде біздің шығармашылық тапсырмамыздың мақсаты Біздің мақсатымыз шығармашылықпен білім игеру. Шығармашылықпен игерген білім ізденіске баулиды. Талантымызды шыңдап, дарындылыққа жетелейді. жарайды, онда бірінші топтың дарындарына кезек берейік. Біздің топ Дарын. Біздің топ жетекшіміз Рысқұлов Айбанов. Топ мүшелері Айболат Ақбота, Тілеген Құралай және Кенжебай Гүлназиев. Біздің бүгінгі шығармашылық тапсырмамыздың тақырыбы Пифагор теоремасының алгебралық есептерге қолдану. Біздің шығармашылық тапсырмамыздың эмблемасы гүлдің формуласына байланысты болады. Себебі біздің осы эмблемамыздың жапырақтары тірек ақпарлар мен тиімді тәсілдер, және оның тұқымы зерделі тұлға болып табылады. Осы тиімді тәсілді тың тәсіл, ал тірек ақпарды тың ақпар толықтырып, байытып тұрады. Одан кейін оң шешім, ең соңында оңтайлы шешім кетеді. Осы эмблемамыз арқылы шығармашылықпен білім игеру және математикалық дарындылықты үлесімізді қосады. Және шығармашылық талантымызды шыңдайды. Осы шығармашылық тапсырмамыздың тірек есебі ретінде біз жазықтықта барлық өзара арақашықтықтары натурал сандарға тең болатын, бір түзудің бойына жатпайтын әртүрлі 2013 нүкте табылатынын дәлелдеңдер деген тиімді есепті алдық. Біз осы есептің шешімдерін, яғни нүктелерін бір-біріне перпендикуляр екі түзудің бойында алған дұрыс деп шештік. Енді бұндағы біздің тірек ақпарымыз ол Пифагор теоремасы және Пифагор үштігі. Пифагор үштігі ол негізінде 3, 4, 5 сандары. Ал енді бұндағы оның да көптеген шешімдері бар, ал оны жалпы түрде 3К, 4К және 5К деп жазамыз. Бізде бұл жерде БОА үшбұрышы берілген. Оның гипотенузасы Y-ке, қалған екі катеттері А және X-ке тең болады. Енді біз осыларға Пифагор теоремасын қолданамыз. Бұдан біздің есебіміз ары қарай диапан теңдеуінің 2013 натурал шешімі болатындай етіп, А параметрінің мәнін табу есебіне көшті. Бұл жерде А тең 2,66 дәрежесі. Көбейтілген 3-14 дәрежесі саны есеп шартын қанағаттандыратын бәріміз дәрежедік. Кімде сұрақ бар қане? Жарайды, онда Назия. Жалпы сіздердің шығармашылық тапсырмаларыңыздың тақырыбы Пифагор теоремасы туралы болған. Жалпы Пифагор теоремасының неше дәлелдемесі бар? Негізгі математикалық кітаптарға сүйенетін болсақ, 500-ге жуық дәлелдемелері бар. Біз бұндай ақпаратты ұлттық ғылыми кітапханасынан және де
Болат Доспаевич ағайымыздан сұраған болатынбыз. Осы Пифагор теоремасын дәлелдеу жолдарында сіз қандай үлесті қостыңыз? Біз өз үлесімізді қостық деп санаймыз, себебі біз өзіміздің жаңа дәлелдеуімізді аштық. Бізге EH үшбұрышы берілген. Біз бұнда бұл үшбұрышқа гипотенузасына және екі катетына квадраттар тұрғыздық. Біз бұнда екі катетті қиып алып гипотенузаға орналастырдық. Олар біз бірінші топтың дайындаған шығармашылық тапсырмасының қорғауын тыңдап көрдік. Екінші топтан арнайы қорытындылар жасалынды, сұрақтар қойылды. Сұрақтарға да бұлар тиімді жауап берді деп ойлаймын. Сондықтан бірінші топтың шығармашылық тапсырмасының қорғауын қалай қорытайық деген пікір бар қане сендерде? Қанағатты ма, қанағатсыз ба? Қанағатты деп айтуға болады, иә? Жақсы, сондықтан бұларға рахметімізді айтамыз. Ары қарай бұл тапсырманы ғылыми жоба деңгейіне жазып қорғайды деген сенімдеміз, табыс тілейміз. Отырыңыздар. Ердікбай Күшай 1953 жылы Баян-Өлгей аймағында дүниеге келген. Мамандығы математик, математика пәнінің мұғалімі. 35 жыл осы салада қызмет істеген. Білім беру ісінің үздігі, математика магистрі. Қазіргі таңда Астана қаласындағы Зерде дарынды балалар мектебінде қызмет істейді. Жетістіктері: 1989 жылы жас ұрпақты тәрбиелеу ісінің үздігі, 2000 жылы білім беру ісінің үздігі, 2001 жылы республикалық кеңесші ұстаз, 2005 жылы алтын жұлдыз орденімен марапатталған, 2010 жылы Астана қаласында өткен халықаралық 51-ші математика олимпиадасының комиссия құрамына орта мектеп мұғалімдері арасынан үйлестіруші болып қатысқан. 2011 жылы республикалық математика мұғалімдерінің алғашқы съезінің делегаты. 2008 және 2010 жылдары республикалық және Астана қалалық үздік авторлық бағдарламалар байқауының және республикалық инновациялық педагогикалық идеялар фестивалінің бірінші орын жеңімпазы. 2011 жылы Астана қаласының ұстаздары арасынан дарынды ұстаз, дарынды шәкірт атағын жеңіп алған. 2012 жылы білім және ғылым министрінің олимпиада шыңына жетелеуші атағы мен құрмет грамотасына ие болды. 2012 жылы Семей қаласында өткен жаңашыл ұстаздардың республикалық бірінші слетында конкурстық баяндамалар бағдарламасында оқыған баяндамасы арқылы үздік инновациялық жоба номинациясының жеңімпазы болды. Отбасылық жағдайы: жұбайы Назгүл апай. Ол кісілер бір ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірген. Өмірлік ұстанымы: әркез өзіне мұқият болып, үздік оқып үйрену арқылы жастарға үлгі өнеге көрсету. Елгезек шәкірт, дарынды жас математиктер тәрбиелеу арқылы ұлт руханиятын көтеруге өз үлесін қосу. Шығармашылық пен білім игеру мақсаты болса, ол бастамалардан қалыс қалған емес. Олай дейтінім, мына жиылған грамоталар мен кубоктар оған дәлел болғандай. Күшай ағайдың жетекшілігімен, дайындауымен оқушыларымыз қалалық, республикалық, халықаралық түрлі додаларға көптеп қатысуда. Математика пәні бойынша өткен республикалық математикалық турнирлерде оқушыларымыз 6 жыл қатарынан бірнеше дүркін кубоктың иегері атанып, абсолютті жеңімпаз атануда. Мынау сол
оқушыларымыздың математика пәні бойынша қатысқан түрлі сайыстарының, байқауларының кубоктары. Күшай ағайдың дайындаған оқушысы Аманкелді Әкежан халықаралық олимпиадаларының бірнеше дүркін жеңімпазы. Атап айтатын болсақ, Әкежанымыз халықаралық Батыс Қытай математика олимпиадасының алтын медаль иегері, халықаралық Балкан олимпиадасының алтын медаль иегері, халықаралық Жәутіков олимпиадасының күміс және қола медаль иегері, халықаралық математика олимпиадасының Голландия мемлекетінде өткен олимпиаданың қола медаль иегері, Аргентина мемлекетінде өткен халықаралық математика олимпиадасының қола медаль иегері, республикалық пән олимпиадасының 2 дүркін алтын медаль иегері және абсолютті жеңімпаз ретінде жас Пифагор деген атақпен марапатталған. Міне осының барлығы әрине осындай мықты математик, білікті маман, майталман ұстаз Тердікбай Күшайдың еңбегі деп айтуға болады. Ұстаздық етудің қаншалықты ауыртпалығы болса, соншалықты жемісі де боларын естен шығармаған Тердікбай Күшайды шәкірттері өнеге тұтады. Алыс жақын шет елдерде ол кісіден білім алған оқушылары бүгінде алғыстарын интернет арқылы білдіріп жатса, қазіргі шәкірттері бір ауыздан былай дейді. Біз Күшай ағайдың 5-ші сыныптан бері эксперименталды сыныбында оқып жүрміз. Осы Күшай ағайдың шәкірттеріміз. Күшай ағайдың шәкірті болғанымызға өте қуаныштымыз, себебі әрбір бала, әрбір адам осы Күшай ағайдың шәкірті болуды армандайды. Себебі біздің ағайымыздың барлық істеген істері, жетістіктері, оқыту тәсілдері басқаларға қарағанда мүлдем өзгеше. Бір бала түсінбесе, соны ерінбей, жалықпай, соны сол балаға миына сіңіргісі келеді. Күшай ағайдың оқыту тәсілі өте ерекше. Алғашында теория түрінде дәлелдесек, одан кейін біз шығармашылық тапсырма жасау арқылы, орындау арқылы біз практика түрінде де дәлелдеп үйренеміз. Осылай біз өмірімізге керекті мәліметтерді аламыз. Күшай ағай әрбір баламен жеке жұмыс істейді. Біздің ағай өте ерекше және жан-жақты адам болып табылады. Білім саласында ғана емес, спортпен де шұғылданады. Мысалға айтатын болсақ, ол волейбол, коньки және де математикалық тұрғыдан логиканы дамытатын дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ ойындармен айналысады. Және осы өзінің еңбекқорлығының арқасында біздің ағайымыз көптеген жетістіктерге жеткен болатын. Күшай ағай негізі өзінің спортпен шұғылданып, біліммен, өнер арқылы жан-жақты екенін дәлелдеді. Ойымызды дамытудан жалықпаған ешқашан, үйреткенде есептерді бір тынымда таппаған. Ұқтырғанда бар ынтамен қызықтығып сабақты, оқушының барлығы да оның сөзін құптаған. Мұна біздің жүйріктердің қатарына қостырған, өзі талай асуларды бағындырып тастаған. Талантты да ақылды біздің Күшай ағайдан тәлім алып жүргеніме әрдайымда мақтанам. Күшай ағай біздің жалпы қалалық, аудандық, республикалық олимпиададағы көптеген олимпиадниктерді дайындаған, және сол көптеген олимпиадниктер сол олимпиадаларды өте жүлделі орындар алған, көптеген жақсы жетістіктері бар, және жалпы Күшай ағай өте жақсы мұғалім, және оның түсіндіру тәсілі маған өте ұнайды. Күшай ағай маған математика сабағын беретініне мен өте қуаныштымын. Бүгінгі табысымда алғаш бұрын математиканы 7-8 классқа дейін жақсы көрмейтінмін. 7-8 класс жылдары осы кісі бізге сабақ үйрете бастағаннан бастап мен математикаға ерекше қызығушылық. Одан ары қарай осы кісінің дайындауында мемлекеттік деңгейде олимпиадаларда дәреже көрсеттім. Сондықтан бұл кісіге алғысым өте зор. Есепті оңай жолмен оны қалай түсіндіру, қалай шешу, бір есепті шешетін 10 түрлі тәсілі бар болса, соның бәрін көрсету, қайсысы қиын, қайсысы оңай, оның қандай айырмашылықтары бар деген осы кісі жақсы көрсете алады. Сол жағынан бұл Күшай мұғалімді қатты бағалаймын. Күшай ағай жалпы шәкірттердің ұстазы, оқушылардың ұстазы дегеннен гөрі жалпы халықтың ұстазы, ұстаздардың да ұстазы, ұлы ұстаз деп айтуға татиды. Өйткені мен де Күшай ағайды өзімнің бір ұлы ұстазым ретінде танимын. Өйткені осында келген, осы Зерде мектебінде істеген 4-5 жыл ішінде ол кісінің маған жасаған әсері де, сол кісіден үйренген нәрселеріміз де
аз емес. Менің әрбір осында жеткен жетістіктерім, еңбектерімнің әрбір несінде осы Күшай ағайдың да үлкен ролы бар деп айта аламын. Тердікбай Күшай жайында әріптестері де, шәкірттері де жақсы пікірде екеніне көз жетті. Ол кісі жайында біраз зерттеулер барысында мына бір сұхбат жайы анық болды. Сіздерге де ұсынғанды жөн көрдім. Білім беру саласына қандай шешімдер керек? 2015 жылдан бастап еліміздің жалпы орта білім жүйесін 12 жылдық жаңа жүйеге көшіру шынында да үлкен тарихи шешім болды деп ойлаймыз. Оған жалпы ұстаздар қауымын белсенді қатыстыру бағытын ұстанып отыр министрлік қазір. Басқалар не істей алады? Жалпы Қазақстан азаматтары, соның ішінде білім саласының қызметкерлері ерекше көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Әркім қолынан келетін септігін тигізу керек, теңізге тамшыдай үлес қосу керек десе. Қағаз басшылықтан құтылу дегенді қалай түсінуге болады? Қағаз басшылықтан арылту дегенді, құтқару деген сөзді біз мұғалімдер ештеңе жазбасын деген сөзді ұқпаймыз. Мұғалім күнделікті сабаққа әзірлік жасауы міндетті, қағазбен айналысу міндетті. Сол айналысатын қағаздың біразын жоғарыдан біріккен түрде әзірлеу мақсатында жаңа технология ұстану керек деген тұрғысынан айтылған сөзді болғанбыз. Тердікбай Күшай қазіргі уақытта немен айналысуда? Бұрынғы жасалған оқулықтарымды қайта өңдеп, соңғы жылға жетістіктер, соңғы жылға олимпиадалық материалдар халықаралық, қалалық, республикалық деңгейдегі деген сияқты мен байытып 2012 жылы шыққалы 4 оқулық баспадан шығардық. Тердікбай Күшай қандай адам, кім деген сауалға ептеп жауап алғандай болды. Осы тұста біздің ойымызға ағалар сөзі қосылып жатты. Бір айтарым, Күшай деген ол патриот, қазақты десе қазақтың қаны бар дейді ғой, сондай жігіт. Қазақтарға, қазақтың дамуына, қазақтың халық болып қалыптасуына, балаларды патриоттық тәрбие беруге бар күшін салып жүр. Қазір бізде жетіспей жатыр ғой патриоттық сезім балаларда. Сол жағына үлкен күш салып жүрген азамат. Сіздермен бірге болған бірер минутта көргенді сіздерге көрсетіп, көңілге түйгенді сөйледім. Айтарымыз таусылмасын, жеті қоңырдың қуантайы.